Hello children, how are you today? Now let's start today's lesson. Open your book on page 19. The theme of the new lesson in a mail about your new house. Қайырлы күн балалар, кітабымыздың 19-шы бетін ашамыз. Сол беттегі барлық жаттығуларды менімен бірге орындаңыздар. Яғни бүгінгі тақырыбымыз сенің жаңа үйің туралы email деп аударылады. Exercise 1. Look at the email and read the first sentence in each paragraph. What is the email about? Read and check. Яғни әр параграфтың бірінші сөйлемін оқыңыздар және ол email не туралы екенін айтуымыз керек екен. Бірінші сөйлемін оқиық. We have got a new house. Біздің жаңа үйіміз бар. Екінші, my bedroom is very big. Менің жатын бөлмем өте үлкен. Демек, бұл email жаңа үй туралы айтылған. Жаңа үйінде қанша бөлме бар, бөлмелер қалай орналасқан, сол туралы бірінші параграфте айтатын болса, екінші параграфте өзінің жатын бөлмесін сипаттаған болып тұр ғой балалар, Next, exercise 2, reads again. Which paragraph is a description of Sauli's room, a description of the house, Яғни, мынау emailді қайтадан оқыңдар дейді балалар, Яғни, қайсы параграфте, қайсы абзацта Сәуленің бөлмесі туралы айтылған, қайсы абзацта үйді сипаттаған дейді балалар, The first paragraph is a description of the house. The second paragraph is a description of Sauli's room, Бірінші параграфте үйді сипаттаған, екінші параграфте Сәуленің бөлмесін сипаттаған балалар. Next, exercise 3, answer the questions. Сұрақтарға жауап беруіміз керек. How many rooms are there in a flat house? How many floors are there? What color is your bedroom? Сіздің жатын бөлменіңіздің түсі қандай? What is there in your bedroom? Жатын бөлмеңізде не бар? Do you like it? Сізге ұнай ма? Яғни бұл сұрақтарды өздеріңіздің қалауларыңызша жауап бересіздер, Өздеріңіздің бөлмелеріңіз қандай, қанша қабатты, соның барлығын жауап берсеңіздер болады. Мен өз нұсқамды қалдырдым балалар. Exercise 4, use the answers in exercise 3 to write the email to your English-speaking pen friends about your house. Яғни бізге балалар план берілген, осы план бойынша email жазуымыз керек екен. Досымызға хат жазуымыз керек. Greet your friends, describe your house. Яғни досымызбен амандасып, үйімізді сипаттаймыз. Екінші, сүйікті бөлмемізді сипаттаймыз. Оның түсін айтамыз, ол жағы не бар. Және де досымыздан сұраймыз, сіздің үйіңіз қандай деген секілді. Балалар, мен өз нұсқамды қалдырдым, осыған ұқсастырып жазсаңыздар болады.